Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен өнімділік тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Соның ішінде бірлескен жұмыс. Бірлескен жұмыс деген балалар атынан айтып тұрғандай, жәнегі бірге жұмыс деген кезде деген сөз. Бірге жұмыс деген бірге жұмыс деуге байланысты берілген тапсырмаларды орындаймыз бүгін. Ол үшін мен сендерге балалар 85-ші беттегі кітабымыздың екінші тапсырмаға назар аударуларыңды сұраймын. Бұл жерде бізге күнделікті шығарып жүрген тапсырмалардан бір ерекшелігі есепті шығару жоспарын құру ұсынылған екен. Осыны қарастырыңдар дейді. Олай болса, балалар, мен сендерге міне басын бастап жазып қойдым. Қазір ары қарай түсіндіруге тырысамын. Енді тапсырма былай дейді. 2 баспахана 1200 кітап басып шығару керек. 2 баспахана. Бірінші баспахана барлық кітапты 6 күнде, ал екіншісі 12 күнде басып шығарады. 2 баспахана бірлесіп жұмыс істегенде, осы кітаптарды қанша күнде басып шығарады дейді. Олай болса, балалар, біз бірінші баспахананың өнімділігі қандай екенін тауып аламыз. Өнімділікті табу формуласы, балалар, өздерің білесіңдер, В тең А бөлу Т. Енді бірінші баспахананың жұмысын табу үшін, балалар, 1200 кітапты бөлеміз жәнегі 6 күнгі. Өйткені бірінші баспахана 6 күнде басып шығарады деген. Өнімділігін табу үшін 1200-ді 6-ға бөлем, 12-ні 6-ға бөлсем 2-ден және 2 нөлді тіркеп жазамын. Және кітап, мына жерде мен қысқартып қояйын, кітапты осынша күнде 200 кітапты күніне шығарады екен. Енді, балалар, екінші баспахананың өнімділігін табу үшін дәл осылай А-ны Т-ға бөлеміз. Бірақ бізде 1200 кітап жәнегі 2 баспахана бірге басып шығару керек болған. 1200 кітапты екінші баспахана 12 күнде шығарады екен. 12 күнде. Ал өнімділігін табу үшін 12-ні 1200-ді 12-ге бөлем, 12-ні 12-ге бөлсем 1, мына 2 нөлді жазамын. Сонда бұл жерде 100 кітапты күніне басып шығарады екен, балалар. 100 кітапты күніне. Енді бірлескен өнімділік қандай дейді? Балалар, бірлескен өнімділікті табу үшін мына бірінші баспахана мен екінші баспаханың, яғни В1-ге В2-ні қосамыз. Сонда бізге бірлескен өнімділік шығады. Бірлескен өнімділік бір-біріне қоссақ бізде, мен қазір өлшем бірліктерін жазбай, балалар, бірден осылай жаза салайын. Бірінші баспахана бізде 200 кітап күніне шығарған, ал екінші баспахана 100 кітап күніне шығарған. Сонда бұл бірлескен өнімділік, балалар, бізде 100 кітап, 300 кітап күніне шығады екен. Бұл бірлескен өнімділік дегеніміз, балалар, түсініп отырсыңдар, иә? 2 баспахана бірдей уақытта, бірдей жұмыс жасаған кезде бір күнде 300 кітапты басып шығарады екен. Бір күнде 300 кітапты. Ал енді бірлесіп жұмыс дегенде 2 баспахана дейді. Барлық кітаптарды қанша күнде басып шығарады? Барлық кітап бізде, балалар, 1200 кітапты басу керек. Осы 1200 кітапты 2 баспахана неше күнде басып шығарады екен? Оны табу үшін, балалар, біз 1200 кітапты бөлеміз жәнегі бір күндегі өнімділікке. Бұл бізде 300 кітап күніне басып шығарады деген болатынбыз. 300 кітап күніне басады. Енді, балалар, есептейміз. 1200-ді 300-ге бөлу үшін ең бірінші мен нөлдерді қысқартып тастайын. Мында 2 нөл болса, мына жерден де 2 нөлді алып тастайын. 12-ні 3-ге бөлеміз, 4 болады. Өлшем бірліктеріне қараймыз. Кітап пен кітапты алып тастасақ, бізде күн қалады. Олай болатын болса, балалар, жәнегі 1200 кітапты 2 баспахана бірігіп, балалар, 4 күнде ғана орындап шығады екен. Басып шығарады екен. 4-ақ күннің ішінде. Ал олар жеке-жеке шығарған кезде басып 6 күнде, біреуі 12 күнде шығарған. Ал бірлесіп жұмыс жасағанда 4 күнде ғана 1200 кітапты басып шығарады екен. Түсінікті деп ойлаймын.